Барлықтарыңызға сәлем. Бір жолы мен тек қана қара ұннан манта жасап көріп едім. Ол кезде менде дұрыс шықпай қалған болатын. Осы жолы қара ұн мен цельнозерновая ұнды араластырып жасап көрдім. Мантым жақсы шықты. Егер цельнозерновая ұн табылмай жатса, кішкене мөлшерде екінші, үшінші сорт ақ ұнды қолдануға болады деп ойлаймын. Өйткені ржаная муканың ішінде де глютен бар. Егер глютенге ешқандай аллергияңыз жоқ болса, кішкене мөлшерде ақ ұн пайдалансаңыз ештеңе етпейді. Мен бұл жерде әдейі екі тесто еледім. Біреуінен пелмен жасайтын боламын, ал біреуінен манта жасаймын. Майлы емес фаршты мен үйде өзім тартқан болатынмын. Негізі салмақ тастау кезінде мен мүлдем магазиннің фаршын пайдаланбаймын. Өйткені ол майлы болып келеді. Өзім үйде постный майсыз еттен фарш өткізіп дайындап қоямын. Дайын болған мантыға греческий йогурт пен барилла соусын қосып жейміз.